deyt eкен. Тіпті жемей қойды ғой. Чөп. Анау алдымыздағы обаның белесінен ассақ, шұған белгісіне тура жолды қиып аламыз. Шұған белгісі дегеніміз не? Тау ма? Жоқ, аншейін бір обашық. Сен шұған әңгімесін білмейтін шығарсың ба? Сіз де айтасыз ау, мен қайдан білейін? Я, білмейсің, жассың ғой. Онда шұған әңгімесін айтып берсеңіз қайтеді? Айтсам айтайын, алдымен аттан түсейік. Ал бала ендеше тыңда. Мына алдымыздағы Қамысақты дейтін көл. Көлдің маңайы жыбырлаған томар. Әр томарға 4-5 үйден отырады. Бұл ауылдың күзе қонатын жері бұрын Тарғылу күзеуші еді. Қазір Шұған белгісі аттанып кеткен. Сол жайлауда Есімбек деген бай тұрады. Байдың 4 ұлы бұлаңда өскен Шұға деген қызы бар. Ай өзі Шұға десе Шұға еді. Аққұба келбетті, талдырмаш, көзі қап-қара, бір бауызға салғандай сұлу еді. Тамаша. Ол Шұға оқыған қыз ба? Шұға қаттанмаса да ол сыпайы қыз. Шұға біртүрлі паң еді. Өте орнықты, сыпайы қыз еді. Бозбалалар Шұғаны байдың қызы болғаннан кейін тәкаппар дейтін. Қазіргі күндері байлар қыздарын малға айырбастамаушы еді. Шұғаның әке-шешесінің бір артықшылығы, Шұғаны 16 жасқа толмайынша ешкімге бермепті. Бірақ Есімбек деген бай Қайлы деген досы құрдасымен серт байласыпты. Бірімізде ұл, бірімізде қыз туса, құда болайық десіпті. Онда сол сертін күткен екен ғой. Иә балам, ендеше сол жайлауға жол тартайық. Жақсы шүкір. Қарашы, әне, Шұға. Сәлемет пе Шұға? Бұл Әбдірахман, шетел жігіт. Сәлеметсіздер. Қал жағдайларыңыз қалай? Аманбыз, өздеріңіз қалайсыздар? Біз де сол. Жақсымыз. Бізге келіп көрсеңіздер. Шұға, әй Шұға, қайт үйге. Кешіріңіздер, мен адам шақырып жатыр. Мен бара берейін. Ой тұрмай, адам затта осындай сұлу болады екен ау. Аққудың көгілдіріндей аппақ, үстіндегі пүліштік аңзолы, үкілі бөрігі адамды одан әрмен жандандырып тұр. Хас сұлудың өзі я достым. Иә, хас сұлу. Ассалам. Ал жігіттер, неге өктісіңдер? Есеке, бұл біздің Әбдірахман. Жастайынан болыстың үйінде қызы оққан, күндіз көз оққан. Кешкісін учительден білім алып жүріп, 4 жыл бойғы мұғалімдігін оқып берген білімді жігіт. Елді қыстан шығарды ма бала? Шүкір, аман есен шығардың. Ел қамқор болғаннан кейін сондай болу керек. Жарайды.
жаңа сіз ұнатпадым. Иә, мен ұнатпайтын жөні бар. Өткен жолды астық үшін мен олжамнан қақты деп ұнатпайды өзі. Бүгін онда шұғамен кездессек болар еді. Адам сияқты кезіп ауыз сөйлеспегеннен не пайда? Не керек ол? Алтыбақан жаққа барайық. Есімбектің келіндермен қалжыңда сұрағанымда Алтыбақан құрамыз деген ауыз сөйлесем десең, сол жаққа да тартайық. Шын айтасың ба? Барсақ байық, кет. Жүрді. Артымызда біреудің сұңғылап жүрген дыбыстары естіледі. Күтейік, кім екен? Қыздар, біз мыналарды бір мал екен десек, адам екен ғой? Ажам екенмісің? Берген? Мынауың кім? Мені таниды ғой. Анау қасындағы жолдасың кім? Абдрахман. Ой, біздің күйеу бала ғой. Бізде неге қашты? Амансыңдар ма? Аманбыз. Әне, шұға құдашаларың әнді бастады. Не мұңды, бұл дүниеде қыздар мұңды. Атадан мұңды болып неге туды? Атадан мұңды болып тумас еді. Өлеңін керемес екен. Біздің досым Абдрахман шұғаны алып қалған секілді. Ай, қайдан білейін, оқыған дегені болмаса, одан да зорғы байдың балалары менсінбейді ғой шығар. Жарайды, оны оларды кездестіріп қайтады. Иә, дұрыс кездестірейік. Істеп жүрсің шұға. Неге астыңыз Шұғажан? Кеше қайтпадық па? Тағы көрсе жатармыз. Тек жаңа мені тастап қайда кеттің? Кеше бізде жоқпыз ғой. Ассалаумағалейкум, әкешім. Уағалейкум ассалам. Амансыз ба, ағаш? Ал жағдайларыңыз қалай? Жақсы, өзің қалайсың ба? Жақсы, шүкір. Алжан аман ба? Аман есен жатырмыз. Енді сіздерге хат жазыспай кеткен үшін кешірім сұраймын. Анау байдың баласын бағып қолын тимейді. Өздеріңіз білесіздер. Түсінем ғой балам. Жұмысыңға оқуың қалай балам? Жұмысым шүкір, бай көп ақша төлемесе де өзіме жетеді. Бүгін шөбіздегі Байнабайдың үйіне бардым. Мені дастархан деп жақсылап күтіп алды. Қос қазыны сұбастан орап үйлерді. Онымен қоса ақысыз, пұлсыз бір шана шөп берді. Сондай ақ көңіл адамдар екен. Иә балам, сол Айнабайды қырсыға деген қыз маған ұнап жүр. Жақсы қыз секілді, келін болсақ қайтем? Ұнамайтын адамның атын не қылып айтып отырсыздар? Атына тоқшы болмаңыздар. Ей балам! Балам, Ей балам! балам. Ей балам!
менің досымсың ғой. Саған бір сырымды айтайын. Айт. Осы менің кедейлігім ау. Бай баласы болсам, шұға мені сөзсіз қабыл етер еді. Шұға қабыл етсе, шұғаны алып қашып кетуге дайынмын. Әй, бірақ анау Есімбек бай маған қызын қайдан берсін? Неге көңілін түсіресің? Бәрі орындалар. Біз бұлай жай отырсақ ештеңе де болмас. Сен оданша мен мына хатын шұғаға жеткіз. Мақұл, жеткізейін. Сіз білесіз уландырған сәбиді. Минут сағат күндік алық қолыңыз, тілейтінім, жілейтінім өміріңіз. Көрсе қызар, антын бұзар қылшықпас, тұруал жоқ, әсіре қызылдыңыз. Бір көргенде сиқырланып ақыл ой, бұл сөзінде қалды ынтам бір қанбай, қырық бүктеліп келсе қатын тұмардай, жылы жүзбен көңілді жайып қылардай. Болат деген жалғыз ауыз сөз тапсам, көңілімді сақтар едім құрандай. Атыма жауап бар ма досым? Иә, бар. Кетер екен қызық. Тұрматұлы мырза Әбдірахманға сәлем соңында айтарым. Хатымды алдым. Қазір пәленді жауап бере алмаймын. Айыпқа бұйырмаңыз. Сәлемнен шұға. Әй, шамасы ол менімен сөйлескісі келмей қалды. Не көңіл түсіресің? Бұрын соңында хатты апарғанымда онша хатқа көңіл бөлмейтін. Енді осы жолғы соңғы рет апарғанымда жақсы көңіл күймен алдымнан шығып, кім берді? Әкеш береді деп хатты алып қалтасына сала салды. Әй, сенің айтуыңнан шұғаның қайын байқадым. Енді шұға мендік болады. Шұға менен құтылмайды. Иә, менің де онша ол қарсы емес секілді. Бар жолы ғой оның. Кет. Хат жазған соң көп ұзамай екеуі жақындасып кетті. Сүйгендері сонша бірін-бірі ұзақ көрмесе тұра алмайтын. Шұға Базарбайды көрген жерінде Әбдірахманды сұрап оған маза бермейтін еді. Осыдан кейін Шұға мен Әбдірахман арасындағы сүйіспеншілік бірден-бірге жайылып, елге белгілі болады. Екеуінің көңіл қосқанын білгенде, Күлзипа жылап, Айнабай не қыларын білмей, Есімбекке қызың бұзылды, Әбдірахманмен кетейін деп жүр деген хабар тигізіпті. Базарбай! Ей Базарбай! Анау иттің баласы жүгірмекті әкеле берем. Өткенде жоғалған жылқыларды да, қызал сиырды да ұлаған осы шақыр түгел төлейтін болады. Малымды ұрлағанмен қоймай, қызымды да ұрламақшысың ба? Ақымақ, сені де бір оқыған деп жүр ау. Орыс болыстар қайдасыңдар? Алып кетір Әбдірахманды. Әбдірахман деген кім? Мен Әбдірахман, мені қайтесің? Мен тұсам. Қош бол, шұға! Жаным деп сүйіп, жарым деп сеніп едім. Құрбандыққа басымды беріп едім. Айтылған сөз уәде сертім үшін. Ат шабылтып Шұғажан келіп едім. Бұрын жақын ауылымыз алыстады. Андып жүрген бір дұшпан қалыспады. Екеумізді ынтық қылып екі жақта. Тағдыр неге мұнша қарысқан?
әкесінен қақталша істеген шыға күнеген артатпауда. Тамағымен жұмысы жоқ. Естідім, төсек тартып ауру болып қалыпты. Амал не? Базарбай, шығаны ажалдан аман алып қаламыз десек, Әбдірахманды тезірек түрмеден шығарып, екеуінің басын қосып, халық жинап тезірек той жасайық. Ертерек той жасағанымыз өзімізге жақсы болады. Тез қамданайық. Базарбай, шыға өзіме жылқысы келеді. Шығаға барайықшы. Жыламашы байғұс, жыламашы. Қайтейін, билік менің қолымда емес. Менің қолымда болғанда, бұндай жағдайға ят түспес едік. Жылама құлыным. Әкеңнен естімеген сөзім жоқ. Жылама. Әже, ау қарағым. Әже өтсін. Бағыттарыңыз мен оңашын алдыңыздар. Отырайық, қыздар үшіндер базасынан. Қалың қалай шыға, тәуір мүсің? Тәуір мүсің? Базарбай мен тәуір емес. Тәуір болуды тілемеймін. Абдрахманға сәлем айт. Неге олай дейсің? Әлі жазылып кетесің. Абдрахман қасында болмаса, менің жасым керегі не? Менің тәуір болғаным. Абдрахман қасында болмаса керегі не? Мен бәрібір бақытты бола алмаймын ғой, Базарбай. Әкем мені аямайды. Менің бар арманым өлтіргізді. Абдрахман қасыма келіп, бетіме бетін тигізіп, шығам деп айтса, менің бар арманым орындалғаны. Бірақ Базарбай, Шыға! 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 Ал жағдайың қалай досым? Жақсы. Аман есен оралғаныңмен. Рахмет. Шұға қайда? Кешігіп тұрдыңдар ма? Оның халі қалай екен? Шыға десе шыға еді ау, амал не? Ей, не деп тұрсың? Шұғаға не болды? Шыға дүниеден өтті. Қалайша? Сонда шын ғашықтарын қоса алмаған ма? Шұға! Абдрахман, мына хатты саған шыға алған еді. Өзіңе тапсырды. Әуре боп неге біткен ажар көріп, ішіне от түсірдің қалқан көріп. Гүлденің жас өмірде мақсат бөбет, серттесіп, қол алысып, уәде беріп. Жолына құрбан қып ем жан мен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көре алмай ақтық минут дидарымды, арманда жан тапсырған мен бір зарлы. Хаты деп ақтық жазған ғашық жардың, есіне ал дұғана мен ынтызармын. Қош сау бол ойнап күліп жолғармыз, астында ақ туым пайғамбар. Қайырма ортақпын, жаным жан айтпамыз. Анау Шығаның белгісі. Жүр досым, жолын оқып қайтайық. Шұға рөлінде Әлия, Әбдірахман рөлінде Бүркіт, Базарбай рөлінде Дәулет, Есімбек рөлінде Ерасыл, Шұғаның анасы рөлінде Гүлжан, Әбдірахманның әкесі рөлінде Ермек Ерасыл, Әбдірахманның анасы рөлінде Самал, Зайгүл рөлінде Альбина, Маржанбике рөлінде Риза, Күлдипа рөлінде Сабрина, Қария рөлдерінде Мұсылман Бегарыс, жас жігіт рөлінде Ахметжан Әлімхан, орыс болыстар рөлінде Ерсай мен Нұрдәулет. Келіндер Әтена Риза.
Ұйымдастырушы Айгүл Төңкерқызы.